Жылдам ақпараттарды көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстандықтар кейбір несиелер көшірілгенде салықтан босатылуы мүмкін. Қазақстанда азаматтарды үмітсіз несиелер, соның ішінде алаяқтық жолмен алынған қарыздар кешірілген кезде жеке табыс алынғаннан толық босату ұсынылды. Премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсе отырысында банктер азаматтардың несие қарызын көшірген кезде оған жеке табыс салынған мәселесі қаралды. Қолданыстағы салық кодексі бойынша есептен шығарылған борыш сомасы қарыз алушының табысы болып саналып, бұл жедел төлеу міндетіне алып келеді. Бұл ретте босату 368 бап бойынша кейбір жағдайларға ғана қарастырылады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Қазақстан қаржыгерлері қоғамдастығымен бірлесіп азаматтарды алаяқтық жолмен алынған қарыздарды қоса алғанда үмітсіз кредиттері есептен шығару кезінде жетестен толық босатуды ұсынған. Серік Жұманғарин банктердің коммерциялық тәуекелдері мен қарыз алушылардың қиын өмірлік жағдайларын саралау қажеттігін атап өтті. Бұл адамның еркінен тыс жағдайларға байланысты несиені өтей алмай қалған сәттерге қатысты айтылып отыр. Алаяқтардың әрекетіне зардап шеккен азаматтар, сондай-ақ өмірлік қиын жағдайға тап болған қарыз алушылар қарызын есептен шығару кезінде жетес төлеуден толық босатылуы тиіс. Мұндағы мемлекеттік ұстанымы айқын. Алайда егер банк өзінің балансын оңайлату және провизияларды тарату коммерциялық несиені есептен шығарса, бюджет салық түсімдерін автоматты түрде жоғалтпауы керек. Тәсіл теңестірілген болуы керек, дейді Серік Жұманғарин. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.